Қалайсыздар достар? Қалдарыңыз қалай? Таңертең ерте тұрғанымен клиенттеріме счет фактура жасап дайындадым. Принтер жоқ болғасын, оны басқа жерге барып шығару керек болып тұр. Әлі принтер алған жоқпын. Атырауда жүрмін әлі. Қазір далаға шығам, принтерімнен мана печать ететін қағаздарымды дайындаймын. Жаңадан бері кассовый аппаратым жасамай, соны шұқылап, қарап, оңдап істегендей болдым аппаратымда. Сіздер де осындай аппарат қолданасыздар ма? Қыр-сырын білсеңіздер, айтып жіберіңіздер. Что-то арасында қосылмай қала береді. Кейде тым жақсы жасап тұрады, кейде жасамай қалады. Білмеймін, не болып тұрғанын. Қазір көрейік, бүгін қосыла ма, қосылмай ма екен. Қосылса тіпті жақсы, қосылмаса енді ремонт жасайтын жерге апаруға тура келеді. Қосылып жатыр, міне. Числосы шықты, сағаты шықты, 6:0 тереміз, шықты, қандай болып шықты. Кейде шықпай қалады. Осының қыр-сыры неде екенін біле алмай жүрмін. Білсеңіздер, айтып жіберіңіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Сосын достар, сұрайын дегенім, Атырауда салон шаш бояйтын қай жерде жақсы салон бар. Менің шашымның цветтері ағарып кетті, ақ шаштарым көбейіп кетті. Бүгінгі планымда шашымды боятуым керек. Маған жазылыңыздар, подписать етіңіздер, комментарий жаза кетіңіздер. Шаруаларымды бірыңғайлап, документтерімді беріп, клиенттеріме счеттарымды бәрін тапсырдым. Енді шаш бояуға баруым керек. Сіздерде қандай мастерлер, жақсы мастерлер бар? Кімде қандай салондарға барып жүрсіздер? Маған комментарий жаза кетіңіздер. Мен өзім Атыраудан бұрын боятпайтын едім. Енді Атыраудан керек болып тұр. Шаш бояп алып, кішкене тырнақ істетіп, маникюрге барып, сондайларды бітіріп алайын деп едім. Жақсы мастерлер болса, маған жаза кетіңіздер комментарияға. Күтемін. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Подписать етіп қойыңыздар. Мен шашымды боятып, қиып келе жатырмын. Көктемнің ішінен бір жақсы өзіме ұнаған салонға кірдім. Цвет қандай болып шықты, айта кетіңіздер. Шашымды енді осындай цвет болып шықты. Осы бар болған, енді пока что осылай жүре тұрамын. Үйге қарай бара жатырмын. Қалайсыздар? Мен үйге келдім, жеттім үйге, аман есен. Шашымның цветін жарыққа қарап отырмын. Жалпы өзіме ұнады шашым. Қиғаны да, бояған цветі де бәрі ұнап тұр. Осы манағы көктемнің ішінде қыздың номерін жазып алдым. Мен постоянно соған барамын деп. Цветі пепельный цвет. Енді бір но бар. Мына жердегі шыққан қызыл точка кетпейді. Соны кетіруім керек. Андай ұшық сияқты бірдеңе шыққан ғой, соның орны кетпей тұр. Қалай кетіруге болады? Кім біледі, достар? Көмектесіңіздер. Комментарияға жаза кетіңіздер. Қандай мазь бір нәрселер жақсы кетеді, сондайлар бар ма, сондай проблемамен кездескендер. Шашым сусылдап тұрмай тұр ғой. Нөр мындай кішкентай не алып едім. Заколка алып едім. Енді оны тағайын десем, что-то ұстамайды, дұрыс жасамаймын мысалға. Істей вообще қозғалмайды, бір орында тұр. Мына жерді тексеріп алмай едім, что-то енді дұрыс жасамай тұр. Какой-то не ғой, кішкентай, бірақ сонда қарап алуым керек, екі жүріс қылмай. Қатты не, ұстамай тұр вообще, ұстамайды. Осы жақсы деп беріп еді, кішкентай болса да, не, жақсы ұстайды. Ой, сонымен ұстамай тұр. Комментарияға жаза кетіңіздер. Қай жерде жақсы салондар бар тағы да. Мен жалпы Атыраудың ішінде, қаланың ішінде көп салондарды білмейді екенмін. Енді ертең маған деген маникюр керек. Сол маникюрге қолымды тырнақтарымды жасата алмасам, мен уже бір айдан кетті. Тырнақтарымның орны кетіп, кейбіреулері түсіп, осындай болып қалды. Енді осылардың бәрін істетуім керек орнына. Бір айдан кетті, қарамай қалды. Саусақ түсіп қалған. Біреуінде бар, біреуінде жоқ, көп кетті. Мен соларды орнына келтіруім керек. Жақсы маникюр керек, в общем, ертеңге маған.